Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғарғы колледжінің өндірістік оқыту шебері Арыстанбекова Жаныл Арыстанбекқызы. Мен еңбек жолыма бастау алатын алғашқы төлқұжатты Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғарғы колледжінің мұнай және газ кен орындарын пайдалану мамандығы бойынша 2015 жылғы үздік нәтижемен тәмамдадым. Адамды адам ететін еңбек пен білім дегендей 2017-2020 жылдары Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің мұнай газ ісі маманы мамандығы бойынша орта білімді жоғары біліммен ізін жалғадым. Туған жерімнің ең басты құндылығы мұнай. Ал осы басты байлықты ел игілігіне ұсынатын мұнайшының міндеті. Жер ана берген байлықты ысырап етпей жарату. Сөзімді сараптай кетсем, мамандығымның жалпы атқаратын қызметі мұнай өндіру әдістерінің барлық техникалық процестерін жүргізу, құрылғы механизмдерін құралдау, сондай-ақ өндірілген өнімді автоматты топты өлшеу қондырғысы арқылы өлшеу, ұңғымалардан сынама алу және тербелмелі станоктардың қалыпты жұмыс жасауын қадағалау. Еліміз пайдалы қазбаларға бай ел. Ал бұл тұста мұнай қорының сарқылатынына мен сенбеймін, һәм сене де алмаймын. Сондықтан мен ертеңнен қорықпаймын және де болашақта мұнай саласындағы мамандарды даярлауға өз үлестерін қосатын білімді шәкірттер дайындаймын. Менің өндірістік оқыту шебері ретінде басты міндетім мектепті бітіре сала мамандық таңдап, арман қуып келген студенттерге сапалы білім беріп, алған білімдерін тәжірибе жүзінде шыңдау. Бүгін таңғы сағат 8-ден бастап Қазақстанның аумағында төтенше жағдай енгізілді. Ал бүгін елімізде орын алған төтенше жағдай уақытында білім ордасына келіп тәжірибе жинақтай алмай жатырмын деп қапы қалып жатырған шәкірттерім жоқ. Өйткені мен жаңа технологияның жетістіктерімен мамандыққа деген қызығушылық арттыратын жаңа тетік ойлап таптым. Яғни 3D форматында мұнай саласының құрылғыларымен Zoom платформасы арқылы жаңа дүниелер құрастырып жатырмыз. Айтқандай, тәжірибе арқылы да бүгінгі шәкірттерім Қазақстандағы ірі мұнай компанияларына жұмысқа орналасуға сұранысқа ие болып отыр. Яғни, басты мақсат орындалуда. Мен болашаққа нық сеніммен қарап, елімнің дамуына үлес қосамын. Өндірістік ұстанымым адамдық борышын халқына еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз өнерсіз болады ақыл тұл.